Kanalımның атауына сәйкес алғашқы видеомды тәтті ерекше тоқаш көрсетуді қаладым. Осы тоқаштың жасалу жолын көрсететін боламын. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраумен белгілеп кетіңіз. Қазір күз мезгілі. Асқабақтың науқаны, олар қолжетімді. Асқабақ қосылған кез келген тағамды ұнатамын. Асқабақтың сыртын жуып немесе сүртіп, бөліктеп, дәнінен ажыратып, ыдысқа салып, 200 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Асқабақ қатты болғандықтан анамнан көмек сұрап дайындап қойдым. Асқабағымыз піскенше салмамызды дайындаймыз. Салмамызды әртүрлі жеміспен дайындауға болады. Мен алма жемісінен дайындаймын. 2-3 алмаға 2 ас қасық қант салып, блендермен езбе дайындаймыз. Енді негізгі бөлігі қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұн, сары май, қант, жұмыртқа, ванилин, дрожж, қант, піскен асқабақ езбесі, сүт қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізге дрожж, қант, жұмыртқа, тұз, ванилин, піскен асқабақ езбесі салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді ұнды илеуіштен өткіземіз. Ұнымызды жақсылап араластырамыз. Енді сары майымызды саламыз. Толық араласқанша сары майымыз илейміз. Қамырымыз осында жабысқақ болу керек. Ол ештеңе етпейді. Дайын болған қамырымызды бір уақытқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз керемет көтеріліпті. Бірнеше бөліктерге бөліп, әрқайсысын тонанақтаймыз. Әрқайсысын дөңгелектетіп, жайып аламыз. Енді алма езбесін саламыз. Жиектерін жақсылап бекітеміз. Енді негізгі сәт қамырымызды асқабаққа ұқсатып жуан дірек жіппен байлаймыз. «200 градуста 20 минутта піседі.